Баршаларыңызға сәлем. Сіздерге айран, құрт, сармай алуды көрсететін боламын. Ең алдымен осындай ыдыстағы жылы сүтімізге азырақ айран қосып, орап, жылы жерге қойып қоямыз. Бұл айран бір күннен кейін ұйытып болады, және де осы көбімізге ұйыған айрандарымызды құятын боламыз. Бұл көбіге негізінде 8 литр айран кетеді. 8 литр айран құйып, оның үстіне 2 литр, 4 литр жылы ыстықтау суымызды құятын боламыз. Құйып жақсылап 100 рет, 200 рет пісіп аламыз. Пісіп болғаннан кейін оның бетінде көбіктер пайда болады. Одан кейін қайнап тұрған суымызды аз-аздан құятын боламыз. Ол айран іші жылы болу керек. Жылы болса айран сармай тез түсетін болады. Осындай түскен сармайымыз осылай түседі. Түскен сармайымыздың үстіне мұздай су құю арқылы сармайымызды сүзіп алатын боламыз. Сүзіп алған сармайымызды мұздай суға жуатын боламыз. Оны жылы суға құйсаң сармайы еріп кетеді. Содан кейін мұздай суға жуып, суы тазарғанша жуып аламыз. Жуып болған сармайымыздың үстіне азырақ тұз қосамыз. Тұз қосып, әдемі доп-домалақ қалып болу үшін осындай ыдысқа салып, үстін басып қоямыз. Бұны қатып тұру үшін тоңазытқышқа салып қоямыз. Және де көбіміздегі айранымызды дәурек ыдысымызға құйып, газге қайнатуға қоямыз. Айранымызды қатты қайнатпаймыз. Қатты қайнатсақ, құртымыз бірікпейтін болады. Қайнағаннан кейін айранымызды сүзбе қалтаға құйып, оны далаға іліп қоятын боламыз. Одан кейін сүзбеміз дайын болғаннан кейін оның үстіне тұз қосып құрт жасайтын боламыз. Құртымызды босаған жұмыртқаның сыртына салып дайындаймыз. Осы жұмыртқаның сыртына құртты жасайтын болсақ, ол тез дегдіп, тез құрғайтын болады. Жасап болғаннан кейін құртымызды далаға кептіруге қоятын боламыз. Күн шығып тұрса, тез құрғайды. Сіздермен болған Гүлбану. Менің видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, видеомды соңына дейін көріңіздер. Құрғаған құрттарымыз осындай әдемі болып шығады.